профессионал своего дела, что вы прекрасная мама, что вы прекрасная жена своего мужа. Поздравляем вас с днем рождения. Оставайтесь такой же красивой, мудрой, умной, лучезарной, добродушной. Мы вас очень сильно любим. Желаем всего хорошего и сізге чемпион Кениясын сыйчайын сыйға тартамыз. Қара түйіршіктелген, ешқандай қоспасы жоқ, нағыз табиғи, керемет, таза өнімнің сан түрлі өлшемдерімен бірге сізге бір пакетін сыйға тартамыз. Бұған қоса сізге осы бір Қосылайық бренді ұсынған керемет жамылғы жастықты сыйға арнайымыз, тартамыз. Қанатыңыз талмасын, жұмысыңыз көп болсын, табысты болыңыз, бақытты болыңыз. Туған күніңізбен тағы да. Енді қатысушылардың барлығының осылай әдемі болуымыз, хейр-стилистер, визажистер қамтамасыз етіп барынша тырысып жатады. Сондықтан осындай бір мерекелермен құттықтаймыз. Және де құрметті көрермен, өздеріңізге де арналған сыйлықты айта кетейік. Бұл біздің есімде деп аталатын жиынтығымыз. Бұл Сейфолла Биоглу ұсынған жиынтық. Құрметті көрермен, парфюмдардың керемет хош иістердің осындай түрлерін 6 түрін осы жерден ұтып алуға жап-жақсы мүмкіндіктеріңіз бар. Және де міне өздеріңіз бақылап қарасаңыздар, үшеуі ер азаматтарға, үшеуі әйел адамдарға арналған керемет хош иістер. Осыны ұтып алу үшін эфир барысында көрсетілген 5 белгіні арнайы постыңызға жазып қалдырасыздар. Алғашқы белгі бізде Заринаның қолында. Зарина, айта қойыңыз. Шындық сөз. Шындық сөз әлемді кез. Жақсы. Әлемді көрген жақсы. Енді құрметті көрермен, біз енді эфирімізді бастайық, және кеше ғана эфирді көрген жандар бар, бәлкім көрмегендер де бар шығар. Енді жаңа қатысушы келген болатын. Бірақ алдымен Жансаяға үміткер болды. Сол жаңа қатысушымыздың енді өзін таппай қалдық негізі. Хабарласамыз, байланысқа шықпайды. Білмеймін, енді әлде бір нәрселерді айтып тастау үшін ғана келді ме деген сияқты ойлар келді басыма, білмеймін. Жансая, мүмкін сіз білетін шығарсыз, келіңіз ортаға. Құлпырып тұрсыз, өте әдемі болып тұрсыз, Жансая, қалыңыз қалай? Бәр тамаша, сіз де өте әдемі болып тұрсыз. Қалайсыз? Ақтөре қайда? Үміткеріңіз қайда? Білмеймін. Келмеді ма? Жалпы енді білмеймін, сіздерде кездесу болды ма, жоқ па деген сияқты ойлар тұр басымда. Сөйлеспедіңіздер ма өздеріңіз? Кездесу болды. Бүгін сөйлестік. Сөйлескенде ол хабарласып айтты, мен бара жатырмын деп. Әрі қарай білмеймін. Содан кейін хабарласу болған жоқ? Жоқ. Сізге бара жатырмын деп? Сағат 11:30-да келу керек, дұрыс па, Баласы ханым? 11:30-да ел қатарлы келу керек. Ол білмеймін, тәртіпсіз болып жатыр ма? Бірінші күннен бастап. Біздің редакторлар хабарласып, енді алмаған көрінеді. Білмеймін, негізі кездесу болып беді? Болды ғой? Иә, болды. Болды. Білмеймін, өзіңіз не байқадыңыз? Шынымды айтайын, ештеңе байқамадым. Бәрі жақсы болды, иә? Бәрі керемет болды, иә. Ал бүгін сөйлеспедіңіздер? Бүгін бірақ сөйлестік, келе жатырмын деді, болды мен. Білмеймін, енді бізге хабарға шықпады. Біз ойладық, білмеймін, сіздер қалай ойладыңыздар, енді көрермен қалай ойлады, білмеймін. Әсемге деген өзінің ішіндегі ойын айтып кету үшін келді ма деген сияқты менің ойларым бар. Білмеймін, көрермен де бәлкім солай ойлап жатқан шығар. Қатысушылар, сіздер не дейсіздер? Ернар? Қайырлы күн, Баласы ханым, қалайсыз, жақсысыз ба? Өте әдемі болып тұрсыз. Барша қазақ еліне ассалаумағалейкум дегім келеді. Негізі Ақтөре негізі түнде көрген болатынбыз жалпы. Сол кезде тренировкадан шықтым, қазір Жансаямен кездесуге барам деген. Сол кезде кәдімгідей настройы жағынан, барлық жағынан, прям бүгін бізде бірінші күн таныстық қой, енді күштілеп фото-видео жасап, сондай арқа-жарқа болып сөйлесетін болдық деп айтып жатқанды өз көзімізбен көріп, құлағымызбен естіген болатынбыз. Саттөліт те болды қасымызда, Бәкең болды деген сияқты. Бірақ енді білмеймін, неге келмей қалғаны, бәлкім кеп қалатын секілдіміз. Я Баласы ханым, кеше қаншаларда, Ернар? 10:30-11-лерге қарай біз кездестік қалада. Сол кезде бәрі жақсы, вроде настроениесі де жақсы болған, тренировкадан шығып, кішкене мойын ауыртып апты. Содан кейін бірақ Жансаяға асығып тұрды. Қазір Жансаяға барам, кездесу болады, анау, мынау қандай адам қызық болып тұр деген сияқты әңгімелерді ғана айтты.
сөйтіп болды онда жақсы таныстық болсын деп сол жерде бір 5-10 минут әңгіме еттік та ары қарай әркім өз тірлігімен кетті. Бірақ Ақтөре нақты айтты, Жансаямен кездесем, жақсы кездесу ұйымдастырамын деген сияқты. Енді айтып жатсыздар ғой, асығып кетті кездесуге, ол сәттерін көргенбіз деп. Негізі бізде дәл сол сіздердің кездесулеріңізден видеоларыңыз бар. Көріп алайықшы. Қандай көңіл күйде, қандай кездесу болды? Өте әдемі жерге барыпсыздар, керемет кездесу сияқты, романтика. Бірақ мен түсінбедім, күн ба, таң ба, түн ба, қай уақыт мұны? Бұл таң баласы ханым. Таң? Иә. Таңға дейін жүрдіңіздер ма? Енді жүргеніміз бар. Солай ма? Сізді білмеймін, таңға дейін кез келген жігіт алып шыға алмайтын еді негізі. Иә, сондайым бар еді. Білмеймін, осы жігіт келгелі бері кішкене өзім принциптарынан аттап қалдым ба деп қоямын. Тіпті байқаймын, видеода қол ұстасып түсірілген видео. Сіздің, енді мен қазір ойлап тұрмын, сізді принциптарыңыздан аттатып, өзі қайда жүр сонда? Әйтеуір сол қол ұстағаныма, как сказать, қол ұстасқаныма бір өкім қалмасам екен деп отырмын қазір. Кішкене қобалжып та қалдым. Мәссаған. Жоқ, баласаған ол негізі білмеймін, енді кеше келген кезде көрдік қой, біраз енді Әсеммен әңгіме болды, Әсемнің жылап қалғаны бар, может сол дүниелерге біртүрлі болып қалды ма екен, өйткені андай жыламаш деген сияқты алып бір жылу сөзбен айтылды ғой негізі. И сол нәрселерге бәріне не болып бір келгісі келмеген сияқты менің ойымша. Өйткені басында таңертең жаңа келем деп Жансаяға айтты да, бірақ почему-то енді жоқ болып кетті. Енді может сол нәрсенің бәріне ойланып қалған шығар, енді басында білінбей, енді көз алдында сөйтіп бұрынғы енді отношениеде қыз жылағаннан кейін қой құрсын деген шығар, енді білмеймін, менің ойымша сондай болып тұр. Бекзат. Әсем деп баласаған негізі андай ғой. Егер де Ақтөре бұлай Әсем үшін келетін болса, таңға дейін жүрмейтін еді ғой. Жаңа қарап тұрген таңға дейін жүрген, ұйықтап қалған шығар, енді таңға нәрсе ұйқысы қанбаған, енді келетін шығар деген ой болып тұр. Көңіл барынша позитивпен қарайық деп ойлап тұрмын. Баласа ханым, бұл жерде негізі таң қалып, Ақтөрені іздеп жатқандарыңызға мен таң қалып тұрмын да, наоборот. Негізі Жансая өзі үйреншікті жағдай ғой, Жансая үшін қанша жігіт балды, Жансая 8-ші жұт болды ғой бізге. Қасына жақындаған жігіттің бәрі жоқ болып кете береді, осындай таусылып қала береді. Біреуі басында келді да, өзі жоқ жерді, хорошо оған үндемей қояйық. Қасында жігіт шақ келмейді Жансая саған просто ше. Екіншісін мысалға бүжай тұрды да, жоқ, таппай қалдың. Үшіншісін қол ұстасымен сразу жоқ болып кетті ал мысалы. Бір жағынан Жансаяға таң қалғаным баласахан. Жігіттер, енді сөздеріңізді бөлейін. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз. Бұл қалай шешіледі, білеміз жарнамадан кейін.